Қош келдіңіз. Өтінем, менің соңымнан жүріңіз. Қош келдіңіз. Киін де киімге рахметіңіз. Өтінем, жайғасыңыз. Кеш жарық. Не ішуді қалайсыз? Мынау ішіп отқанды маған да берші. Қалауыңыз білсін. Айтпақшы, сендерде темекі бар ма? Егер қарсы болмасаңыз, байқап көріңіз. Рахмет, мазалағаным үшін кешіріңіз. Сонымен ақыры сіздер осындай екенсіздер. Мен сіздерге сұрақ қоюды қалап тұрмын. Бұл жерге қалай тап болғандарыңыз естеріңізде ме? Не? Енді мен жұмыстан соң өзімнің қызыма бардым. Ал сосын... не болғаны есімде жоқ. Осының өзі жеткілікті. Рахмет. Ал сіз ше? Егер мен шатасып қателеспесем, үйімнің баспалдағында отырып, сыра ішіп отырған едім. Ал ары қарай бәрі тұмандағыдай. Есімде жоқ. Мүмкін ұйықтап қалған шығармын. Рахмет. Ал енді мен сіздердің қандай жағдайға тап болғандарыңызды түсіндіріп берейін. Біріншіден, сіздер қазір қай жерде екендеріңізді айта алмаймын. Екіншіден, ойынды қанша рет ойнау керек екенін де айта алмаймын. Не? Ойын? Үшіншіден, ойынды рулетканың көмегімен таңдайсыңдар. Рулетка? Ей, тоқтай тұрыңдар, жігіттер! Ыстығын-ай, ой. Бұл бастаудың батырмасы. Бұл ешқандай да рулетка емес. Төртіншіден, бұл ойынға өздеріңіздің өмірлеріңізді бәске тігесіздер. Немене? Тоқта. Біз неліктен бұған жазылуға тиістіміз? Келісесіз бе, ата? Бесіншіден, ойынның соңына дейін сендер ешқайда кетпейсіңдер. Бұл нені білдіреді? Ей, сен! Шынымен де кете алмаймын. Бұл не сайтан өзі? Менің телефоным. Сайтан. Бұл өзі не тірлік? Ал егер мен жеңілсем не болады? Мен тек сіздің өміріңіз қауіпке тігілетінін айта аламын. Ал егер жеңсемше, мен бұны да айта алмаймын. Бірақ сіздер осы екі жағдайда да бұл жерден шыға аласыздар. Ал егер ойыннан бас тартсам ше? Бұлай жасамаңыз деп мен кеңес берер едім. Өтінем, назарларыңызды аударыңыздар. Бұл не? Мәйттер ме? Бұл жерде не өзі? Алтыншыдан, сіздер ойынды ойнамауға немесе ойнауға шешім қабылдауға 1 сағаттарыңыз бар. Рулетканың батырмасы басылды. Қария, құрып кеткір батырманы неге бастың?
Оны баспасақ, біз бұл жерден шыға алмай қаламыз. Біздің шешімімізден бірдеңенің өзгеруі екіталай. Таңдалған ойын пуль. Бұл тағы не? Сендердің ойындарың 8-дік пульдің өзге түрі, бірақ барлық шарларда санның орнына сендердің денелеріңнің бөлшектері суреттелген. Қандай жеркенішті. Бұл дене бөлшектері бар болғаны шардағы суреттер. Сондықтан егер жүрек бейнесіндегі шарды дорбаға түсірсеңдер, сендер өлмейсіңдер. Сендерге жеңу үшін қарсыластың бүкіл денесінің бөлшегін дорбаға түсірулерің керек, ал соңында 8 деген шарды түсіресіңдер. Міне, бар ереже осы. Кім шашуды қалайды? Мен қалаймын. Бірдеңені айтуды ұмытып кетіппін. Барлық суреттер сендердің денелеріңнің бөлшектермен байланыста болғандықтан тамыр ырғақтарыңды, қысымдарыңды нақты түрде бейнелеп көрсетеді. Бұл ойынға деген қосымша қызығушылықты арттыруға тиісті. Енді ойынды бастай берулеріңе болады. Тамшы тобы ұсынады. Ажалды шеру, өлтіретін бильярд. Мен студент болған кезімде Құдайдың құтты күнін бильярдқа баратынмын. Міне солай де. Бір қыз өте жақсы ойнады. Сосын мен оны қалай да болса өзімдікі етуді қаладым. Мен есімнен адасқан сияқты жаттықтым. Түсінікті. Жақында мен онымен ұрсып қалдым. Бұл жерден қалай шығамын, одан бірден кешірім сұраймын. Сондықтан мен берілмеймін, бірақ мені кешір. Немене? Дәлдік деген осы. Ата, сіз бұрында ойнағансыз ба? Иә, бұрында ондай жағдай болған. Немене? Менің көздерім. Шынымен де. Менің шаруларым, олар қаншау қалды? Бар болғаны екеу-ақ па? Маринадталған қияр жақсы көресің бе? Менің әйелім оны өте жақсы жасағаны сонша, сыра мен де, виски мен де, немен болсын жақсы кетеді. Сосын мен өлер алдымда біреуін міндетті түрде жеймін деп шештім. Түсінбедің, иә? Мен де кетейін деп жатырмын. Сондықтан мен де ешқандайда берілмеймін. Жоқ, қажет емес. Қажет емес. Қажет емес. Қажет емес.
Бұл дене бөлшектері бар болғаны шардағы суреттер. Сондықтан дорбаға жүрегіңіз түссе де, сіз одан өлмейсіз. Сенуге болатын соншалықты көп нәрселер жоқ. Адамдар осындай тәртіпке келтірілген. Адамдар тек өздерін ғана ойлайды, ал қалғандарына түкіргендері бар. Өзіңнің өмірлік өміріңді жасап, жабырқаңқы әңгімеде шырмаланасың. Барлық суреттер сендердің денелеріңнің бөлшектерімен байланысты болғандықтан тамыр ырғақтарыңды, қысымдарыңды нақты түрде бейнелеп көрсетеді. Және егер бұл шындық болса, шар дорбаға түсе салысымен менің жағдайым неліктен нашарлап кетті? Бірақ қарияға қарасам, мұндай ештеңе болмаған. Бірақ бір нәрсені анық білемін. Егер мүлт кететін болсам, мен жеңіліп қаламын. Қазір бұл олжаны көзбен көздегенім дұрыс. Бірақ оның да менің де жүрегімізбен миларымыз ұрылмаған. Тексеріп көру керек. Егер олар біздің денемізбен шынымен байланысты болса, онда қария таңдап тұруға тура келмейді. Өйткені таңдауым да жоқ. Жинақтал. Көз алдыңа траекторияны елестет. Шар сенің соңынан жүретін болады. Бұл жерде тек бір ғана жол бар. Қателеспе, көзде. Қалайша бұлай? Сайтан, мен не бүлдірдім? Оныкі тиеді ғой. Тигенде қандай? Ай көр, менің жасым бар болғаны 30-да. Мен өлгім келмейді. Жоқ, мен... Егер жеңілетін болсаң, сен өлесің деп ешкім айтқан жоқ. Дәл ме дәл? Ей, сен, өтінем жауап бер. Егер мен жеңілетін болсам, не болады? Мен өлем бе? Мені ана бөлмеге алып кетесің бе? Бұл ойында сіздің өміріңіз бәске тігіледі. Менің сізге бар айта алатыным осы ғана. Мені адастырма. Бұл әділетсіз. Қарияның өте жақсы ойнайтыны анық қой. Мен жеңе алмайтынымды білемін. Сіз шынымен де басқаша санайсыз ба? Ата, жалынам сізге. Оның көзін жеткізуге көмектесіңіз. Бұл ойынның ешқандай мәні жоқ. Тым болмаса бірдеңе де. Өмірдің өзі әділетсіз екенін. Өзіңіздің де өте жақсы білетініңізге сенімдімін. Кешір. Міне осымен бітті. Егер мені өлтіретін болса, дұрысырағы менің өзімнің.
Сайтан алғырай! Ей, ата, ей, кәне енді. Қалайша бұлай болды? Мен өлтірдім. Мен оны өлтірдім. Бәрі. Бітті. Бәрі. Қария өлді. Енді не болады? Ойын әлі аяқталған жоқ. 8-дік шарын кім ұрады, сол жеңеді. Ережені айтқан кезімде зорлық-зомбылықтың тыйым салынатынын айтқан жоқпын. Ойынды жалғастыруға сіз құқылысыз. Жалғастыруға құқылымын ба? Мен оны өлтірдім. Көрмей тұрсыңдар ма не? Мен оны өлтірдім. Сендерге не болған? 8-ші шарды ұрыңыз. Жап аузыңды. Мен кінәлі емеспін. Менің таңдауым болмады. Мұндай жағдайда кез келген адам жеңілсем өлемін деп ойлар еді. Өлтір, әйтпесе сені өлтіреді. Кез келген осылай айтар еді. Сондықтан мен кінәлі емеспін. Құттықтаймын. Сіз жеңдіңіз. Енді ойын аяқталды. Бізге келгеніңіз үшін қуаныштымын. Рахмет. Қажет емес. Ұзақ уақыт бойы үзіліс жасағаннан кейін пульді сенімен бірге ойнағаныма қуаныштымын. Сенің соққыңнан кейін мен ақыры есіме түсірдім. Соңғы бірнеше жылда менің жағдайым вега активті болды. Сондықтан өлер алдымда сенімен бірге ойнағаныма қуанышты болдым. Рахмет. Сонымен, міне бұл нені білдіреді десем? Әдетте адамдар өлгеннен кейін не жұмаққа, не тозаққа тап болады. Бірақ, әрине бұл тізімнен алып тастайтын бір нәрсе бар. Ереже бойынша, кімде-кім бір уақытта өлетін болса, осы жерге тап болады. Ал мен төреші боламын. Және мен төрелік ету үшін сендерге ойын ойнауды ұсындым. Үндемегенім үшін кешірім өтінемін. Төрелік айту? Иә, бұл мүмкін емес. Қайда? Енді қайсымыз қайда барамыз? Мен айта алмаймын. Сандырақты айтпа. Сайтан, сен әу бастан бәрін білдің ғой. Нені білдім? Тозаққа түсетінімді. Жоқ, ешқандай да ондай емес. Сендер бұл жерге теңдей жағдайда тап болдыңдар.
Ойын шынымен де әу баста пул болуға тиісті еді. Және икемі жағынан қария жеңе алар еді. Сонымен сен дегенмен білдің. Бірақ сіз жеңіп шықтыңыз. Сіз өзіңіздің тағдырыңызды өзгерттіңіз. Тек қалай сіз лифтіге кіресіз, сізге не дайындалып тұрғанын бірден білетін боласыз. Қажет емес, қажет емес. Қажет емес. Мен тозаққа баруды қаламаймын. Жіберіңіз. Сайтан. Жіберіңдер. Сайтан. Сайтан. Жалған. Бұның бәрі жалған. Бізді тең деп айттың ба? Жалған. Осы уақытқа дейін сіз маған өтірік айттыңыз. Мен өзімнің өліміме көндіктім. Осыны жасаған адамға өтірік айтуға батылыңыз жетуде ме? Жетер мені ақымақ қылуың. Туылған елі, уақыты, ата-анасы, туылған жері. Адамдардың туылған кезінен бастап осындай айырмашылықтары болады. Мен бұны сенсіз де тамаша түсінемін. Бұл біздің өміріміз. Біз басқа адамдармен және қоғаммен бірлесіп әрекет етеміз. Ал бірлесіп әрекет етудің нәтижесі осындай. Және біздің тең екенімізді әлде біреу қалайша сендіре алады? Кім? Сендіре алады. Сендер өліксіңдер ғой. Сондықтан да тірілерді мазақ қылмаңдар. Сіздікі дұрыс. Маған өмір сүру мүмкіндігі берілмеген. Бірақ мен бәрібір сіздің не ойлағаныңызды түсіндім. Бәрі жақсы. Ойымдама. Болашақтағы бастамаларыңызға сәттілік. Ой, айтпақшы, оның соңғы сөздері қатты мұңға батырды. Келісем. Бұл сөздер оның өмір сүргенінің дәлелі. Өмір сүргенінің дәлелі? Тыңдашы, кәнекей пул ойнаймыз ба? Не үшін? Жай әншейін. Мүмкін бірдеңе түсінерміз. Біздің оған уақытымыз жоқ. Бізге жаңа келушілер тез арада келеді. Оларды қарсы алуға дайын бол. Ой, жарайды. Айтпақшы, соңғы рет саған қария не деп айтты? Бұл құпия. Онда екеуінің қайсысы қай жаққа тап болды? Ал сен қалай ойлайсың? Білмегеннен кейін сұрап тұрмын ғой. Демек, бұл да құпия. Ей, сен зиянкестай. Қош келдіңіз. Не? Бұл қандай жер? Менің соңымнан жүріңіз. Қош келдіңіз. Квин Декимге рахым етіңіз.